Тек бұл уақытқа шейін түк сезбеген кісі боп жата беретін. Құнанбайдың сол жөнелткен жігіттері таң әппақ боп атып келе жатқанда жан жақтан саулап барып, 3 қыстауды қоршап алды. Балағаздың күзетке қойған жігіті иек артпадан таз ертіп шығып жатқан аттылардың барлығын аңшылар екен деп ойлаған. Шыңғыс сыртында қар бекігенше түлкі қуып жүрген аңшылар бола беруші еді. Солар деп селқос қалды. Сөйтіп, бұл күнге шейін ерлік пен жырындылыққа ешкімнен осал соқпайтын балағаз қапыда оп-оңайға тұзаққа ілінді. Қуғыншы қолдың басы Ізғұтты. Үлкен өткір сапыны жалаңаштап, балағаздар жатқан үйге бар жігітімен бір-ақ қаптады. Келсе, балағаздың көзі ұйқыда жатыр екен. Бар жігіті тегіспей қам, жиыны 10 адам. Ізғұтты сапының сыртымен бөксеге ұрып оятқанда, балағаз басын төсектен жұлып ап, қап, сорлы қылған Тәңір-ай, не қара басы бет деді. Барлық сөзі осымен бітті. Тегіс тұтқын болды. Тысқа шығарып, 10 жігітті екі-екіден мінгестіріп жатты. Әр тұтқынға 3-4 жігіттен кепті. Балағаздың желкесіне Ізғұттының өз сапысы үнемі төнумен болды. Құнанбай қолы үрдіс жүріп, Шыңғысқа тартты. 10 жігіттің ішінен осы күнге кешке жол бойында жалғыз Абылғазы ғана қашып құтылды. Ол өзінің артындағы жігітпен күбірлесіп, ақылдасып ап, кейіндей берген. Қасында қатарда келе жатқан Құнанбай жігіті кешеден бергі жүрістен талып, қалғып келеді екен. Шоқпарында қолына ұстамай, тақымына қыстырып қойыпты. Жол бір бұраң сайға, тастақ жерге жеткенде, Абылғазы жаңағы жігіттің шоқпарын бір-ақ тартып ап, атынан жолқып жіберіп, төңкере тастап, өз атының үстінен анау босаған атқа жалғыз-ақ қарғыған. Құлап түскен жігіт енді есін жиып, екінші тұтқынның астындағы жаман шабдардың тізгінінен ұстай алды да айғай салды. Бұл кезде Абылғазы аттың басын кейін бұрып ап, ағыза жөнелген. Алдыңғылар хабарланып, шуласып жүріп, ақыл тапқанша Абылғазы ұзап кетті. Кеш қараңғылығы да қоюлап келе жатқан. Ізғұтты біреуін қуамыз деп, көбінен айырылармыз деп ілгері тарта берді. Жалғыз-ақ енді қолдың артына өзі түсті. Барлық топты шоқтайғып иіріп айдап отырып, бөкенші асуынан асырды. Қарашоқыдағы Құнанбай қыстауының тұсымен өтпекші. Сол маңға жақындап келгенде, Төлепбердіні Құнанбайға жөнелтті. Ұстап әкеле жатқан хабарды айтумен бірге, Құнанбай қашқындарды көремдей мекен, алатын жауабы бар мекен, соны сұратқан. Құнанбай Төлепберді хабарын есітті де, қысқа ғана бұйрық берді. Мұсағұлға апартыңдар, Тәкежан мен Тілмашқа айт, дәл осы бүгінгі түннен қалдырмай, Семейге жөнелтсін. Тегіс арбаға мінгізіп, күзетін мықтап отырып, абақтыға апарып, бірақ табыс етсін. Айнал соқтап, жалтақтамасын, сыбаға сол деді. Тәкежан Семейге кетпегенді. Кешегі жиында Құнанбай жұрт көзінше оған бұйрық бергенмен, артынан өзің барма, кісі шаптыр деген. Кеңсесіне қашқындар келісімен Тәкежан асығыс қимылдады. Құнанбайдың айтқанын дәл орындап, осы түн ішінде барлық жігіттерді Семейдің абақтысына жөнелтті. Сөйтіп, ел жұрт балағаздардың ұсталғаны туралы анық, толық хабар алып болғанша, тұтқындар ұзап кетті. Бұл күндерде Құнанбай мен жаңа болыстың мінезі тырнағына тышқан ілінген мысықтай. Гүрілдеп айбар шегіп, жота жүні үрпиіп, түстерінен от шашып тұрған. Сөйлесе, шеттерінен қылшылдап сөйлейді. Жазықсыз тепкі көрген, ыза шеккен кісі болады.
2-3 күннен бері айналаның барлығына пошта талапты Әділхан. Не деген сұмдық, неткен қастық, аяспайтын жаулық қой. Қазынаның қағазын жойып, Тәкежан басы бәлеге ілінсін дегені ғой. Шатаққа ұшырап жоқ болсын дегені. Мұндай сұмдықты көрген бар ма десіп дабыл қағып жатты. Бірақ ішкі сырға, шынға келгенде сол өрекпеулер қаншалық бақырауық даңғаза болса, соғырлым жалған болатын. Құйындатып, қара борандатып келгендегі анық мақсат басқада жатыр. Бұл күнге шейін қаншалықты дауласып жүргенмен, бұл елдің ортасында біреуге біреу абақтыға салғызу, жер аударту, каторгаға айдарту сияқты істерді істеп көрмеген. Ертең ес жиғанда барлық ағайынға сұмдық боп көрінетін іс осы екенін Құнанбайлар таниды. Сол жат қылықтың бетін бүркеу үшін жаңағы жалған шуды басымдатып отыр. Бұрын өз тұсында мұндайлық істі көрмеген Құнанбай балағаздар қарсысында келгенде басқа қырға мінді. Өйткен себебі жігітектің мына жастары бастаған істің түбінен оласа қатты сескенген. Балағаздар ісін Құнанбай өз ішінде ұрлық деп бағалаған жоқ. Тамырлы, түбірлі наразылық, қарсылық деп білді. Анада базарлы айтып кеткен сөзбен балағаздардың қылықтары астыртын астасып жатыр. Көпке тимей, жеке жерлерге тиетіні және әсіресе Ырғызбайдай оқшау топтарға соқтығатыны соны көрсетті. Әлсіз бен көпке тимегендіктен қалың ел арасында сүйсінушілер көбейіп барады. Ашаршылық, жоқшылық қамауында отырған жұрт енді осыған дейін ден қойып кетсе не болмақ? Мұндай ойларға байланған сайын Құнанбай үрке беретін. Балағаздарға барды салып, кәр төккен себептері сондайдан туған. Ел жүрегі шайлықтырам, түңілтем дейді. Бір жағын жаза, бір жағын күнә сүйеп отырып, үркіп тиям дейді. Бірақ осы сырды Құнанбай өз ойында құпия сақтағанмен ел ішінде сезгендер де болды. Көпшілік балағаздарға істелген қатылықты қостаған да ақтаған да жоқ. Айдатып, байлату сұмдық деп білген. Арада делсалда қалған Байсал, Сүйіндік сияқтылар бар. Бұлар өз малдары алынып қаза көргендер. Сондықтан балағаздар тентектігін сол өз нысанасынан бағалады. Көпке де бойырмады. Болыстар ісін іштерінен ақтауға да баталмады. Белге соққандай болатын. Құнанбайдың бұл күндерде астыртын құлақ салып қатты баққаны жігітек іші әсіресе пайдалы. Қалың жігітек айқын наразылыққа беттеді. Болыс тұрғындары қалаға жөнелтті деген соң Байсалды да бетін ашты. Өкініп қатты қиналып отырып ашу айтты. Ұялар, ойланар шағы жоқ екен ғой Құнанбайдың. Өз қолымен ағайын ауқыммен жазаланса ара түсер кісі бар ма еді? Елге, жұртқа не дейді? Қысқаша өз күшігін өзі жегені ғой. Жігітектің ендігі жасына да жендет боп шыққаны ғой тағы деген. Естсе ессін деп айтты. Бір емес бірнеше рет айтқан. Құнанбай осы күйді біле сала баспақ болды. Енді алдыңғыдан да үлкен зәр жұмсап сонымен баспақ. Жігітек ұрлыққа жерік боп, ұрыға серік болайын деген екен. Ендеше қашқындарға мүйізі сырқырайтынның бәрі жаза шексін деп Тәкежанға, Жорға, Жұмабайдан сәлем айтып жіберді. Тәкежан, Майбасарлар сол сәлемнен соң жігітек ішінен 10 жігіт емес 30 кісіні тізді. Қараша, Қаумен, Үкімбай, Қарақан бар. Анау жолда малдарын айдап қайтқанның бәрін тіркепті. Ол ғана емес, бұл екеуі Базаралыны да көзеп берді. Өзара ақылдасқанда Майбасар, поштаның таланғанын ойлаймысың? Есіңе алшы, пошта жүргізілетін күні Базаралы келіп, барды біліп кеткен гәне. Сол жолы өз еліне бара сала, Әділханды аттандырған да сол. Көзбе-көз айтып, кеткен қияс сөзі әлі есімнен кеткен жоқ. Осы бәленің тап ортасында жүрген Базаралының да дәл өзі. Оның сырты момын, іші қу дегенді. Тәкежан өзінің де Базаралыдан әлденеше рет көрген тізесін еске алды. Сөйлетпей, тапап кеткенде боп жүретін омырауы бар. Балағаз айдалып кетсе, ертең артынан жоқшы боп шығып, бүлік шығаратын да сол. Сондықтан Майбасарды құптап, ақылыңыз көкейіме әбден қонды. Қадағанда нағыз қатты қадайтын сол, деп Базаралыны бірге көрсетті. Жігітектен 30 кісі хатқа тізіліпті деген хабарды есіткенде, Байдалы өз ауылына Базаралыны шақыртып алды. Екеуі оңаша отырып көп сөйлесті. Байдалы көптен бері ішке жиып жүрген бір ойын ашты. Бала күнімнен бері қарай ылғи ғана қапылықтан шеккен өкінішті білем.
Құнанбайдың өртіне түскенде ұдайы опық жеумен түспедім бе? Бүгін міне тағы сол баяғы сорым ғой. Жаз бойы Құнанбай ұры атандырды деп, өзіміз де балағаздарды ұры қары санап қоса қуып келмедік пе? Бүгін ойлап болжап, сорлылар ұрлық емес, өжеттік бастап жүр екен ғой. Ежелгі бір кеселге кекесін көрсеткен екен. Аш ұрықтың ішінен бұларды қарғаған бір жан көрдің бе? Ұры демеймін. Өктеп шыққан өз тәнім, өз бауырым деймін. Бүгін соны Құнанбайдың мынау ісі бір жолата танытып отыр. Қаумен Үркімбайға шейін көрсетіпті. Тағы кім бар? Кімді аман қойдың дейсің? Елдіктен кеттік пе? Тағы да кетіскеніміз бе? Жоқ, жарым жолдан қайтарама. Тәкежан Майбасардың шалалығын өзі де қостай ма? Не дейді? Жігітек сәлемі осы. Сен қазір атқа мін де Құнанбайға барып кел. Тілің жетет, кеудеңдегі отың да жетет. Істегенім істеген дейтін болса, аянба, барды айтып кел, дейді. Байдалының бар мінез, бар сөзін мақұл көріп, Базаралы атқа мінді. Бірақ әуелі Қарашоқыға бармай, Мұсақұлға қарай тартты. Өйткені жігітектен көрсетілген 30 кісінің кім екенін бұл жақ әлі білмейтін. Жалғыз ғана Қаумен Үркімбайлар барын еміс естіген. Жолшыбай Базаралы болыс кеңсесіне барам деген ниетін өзгертіп, Жидебайға соқты. Абай үйде екен. Кешелер Тәкежан мен Майбасардың жаңа желіктерін естіп, жаман бақсының жын шақырғанындай таңтырап, жұрт берекесін кетірді-ау, мыналар, деп көп қынжылғанды. Бүгін Ерболды Мұсақұлға жіберген. Тізімде кімдер барын білмек.